Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі қашықтықтан оқыту онлайн сабағына қош келдіңіздер. Қаныш Сәтпаев атындағы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекеме. Көркем еңбек Істілеу Эльвира Нағышбековна. Сабақтың тақырыбы дұрыс тамақтанудың негіздері ас мәзірін әзірлеу. Оқу мақсаты дұрыс және тиімді тамақтанудың ережелерін сипаттау және зерделеу. Дұрыс және тиімді тамақтанудың мәзірін құрастыру. Дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану денсаулықты сақтаудың кепілі. Оқушылар, дұрыс тамақтану не үшін қажет? Жүрек қан тамыры ауруларының, асқазан ішек жолдарының ауруларын, дене салмағының төмендеуіне, әлсіздікке, склерозға, қан диабеті, рак және остеопороз ауруларының алдын алу үшін қажет. Ауырмай, ұзақ өмір сүру үшін қажет. Оқушылар білген жөн. Біздің денсаулық біздің тамақтануымыз бен күшті байланысқа екенін барлығы да біледі. Осы тақырыптағы ғылыми зерттеулердің нәтижелері өте қызық. Көптеген аурулардың туындау қаупін азайту үшін не жеу қажеттігін білген жөн. Майлар мен тәттілер анда-санда. Сүт және сүтті тағамдар 2-3 түрі күнделікті, 3-5 түрлі көкөністі күнделікті, ет, балық, құс, жұмыртқа, жаңғақ пен бұршақ 2-3 түрі күнделікті, жеміс-жидек 2-4 күнделікті, 4-5 түрлі ұнды тағамдар мен дақылдар күнделікті. Оқушылар, ең тиімді 4 рет тамақтану. Таңертеңгілік құнарлы тамақ, түске дейінгі жеңіл тамақ, түс кезіндегі күшті тамақ және кешкі жеңіл тамақ. Оқушылар, тамақтану режимі және құрамы төмендегі проценттік қатынас негізінде жүру қажет. Таңертеңгілік ас 7:30-дан 8-ге дейін 25%, таңертеңгілік ас 11-ден 11:30-ға дейін 10%, түскі ас 2-ден 2:30-ға дейін 35%, түстен кейін ас 4:30-дан 5-ге дейін 10%, кешкі ас 7-ден 8-ге дейін 20%. Оқушылар, дұрыс тамақтанудың 5 әдісі бар. Ол туралы келесі бейне ролигімізде көріңдер. Жүріп келе жатып тамақтану, зиянды тағамдар, тамақтану арасындағы ұзақ үзіліс, тамақ мөлшерінің үлкендігі және тағы басқа факторлар асқазан ішек жолдарының жұмысын нашарлатады. Ал аурудың 90%-ы ішектің дұрыс жасамауы салдарынан болатын ескерсек, қазірден бастап ойланғанымыз жөн. Бүгін ішек жұмысын жақсартатын тексерілген әдістермен таныстырамыз. Біріншіден, тамақтану режимін реттеу қажет. Бір уақытта аз мөлшерден күніне 5-6 реттен тамақтануға тырысыңыз. Тамақтану арасын 3-4 сағат болдыруға тырысыңыз. Тамақтың әр бөлшегін мұқият шайнаңыз. Және тамақтанып отырып, су және басқа да сусынды ішпеңіз. Ас ішер алдында жарты сағат бұрын және кейін 1 сағат өткеннен соң су ішкен жөн. Бұл ереже жеміс-жидектерге де қатысты. Бұл тамақты қорыту үрдісінің бұзылуына әкеледі. Таңертең аш қарынға 1 стакан таза жылы су ішіңіз. Бұл ас қорыту жүйесінің жеңіл оянуына көмектеседі. Таңертең аш қарынға ішілген жылы су асқазанды жақсы жуып шығады. Ішекті тазалап тұру қажет. Себебі күнделікті жиналатын зиянды заттар, қорытылмаған тағам қалдықтары, зиянды микрофлоралардан құтылу қажет. Ішекте жиналған шлактар кесірінен көптеген аурулар бастау алады. Ішекті тазалау үшін емханада жылына 1-2 рет гидротерапия жүргізуге болады. Сонымен қатар, ішекті үй жағдайында тазалауға болатын әдістер де бар. Көптеген биологиялық белсенді қоспалар өндіретін компаниялар ішек тазалайтын өздерінің өнімдерін ұсынады. Күнделікті қолданатын тағамдарыңызды өзектермен байытыңыз. Ол асқазан ішек жолдарын сыпыртқы секілді тазалап шығады. Яғни зиянды заттарды және қорытылмаған тамақ қалдықтарын өзіне сіңіріп сыртқа алып шығады. Оны қолдану іш қатуды, дисбактериоз және семіздікті болдырмайды. Пайдалы бактериялардың жұмысын жақсартады. Сондықтан тамағыңыздың 60%-ын жеміс-жидек және жасыл өсімдіктермен толтыру қажет. Және де асқазан ішек жолдарын жақсарту үшін көбірек қозғалу қажет.